Қызылорда облысы Арал қаласы Арал индустриалды-техникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Тұрахметов Наурыз Дастанұлы. Материалтану пәнінен онлайн сабағымды ұсынамын. Онлайн сабақтың тақырыбы лак бояу материалдарының құрамы мен қолданылу мақсаты. Сабақтың мақсаты бұйымдар немесе құрылымды атмосфера, бу және газ әрекеттерінен қорғау үшін, коррозиядан, шіруден, жанудан қорғау үшін, құрылыс құрылымдарының пайдалану сипаттарын жақсарту және қызмет көрсету мерзімін арттыру үшін лак бояу материалымен жабу. Оқушыларға бояудың түрлерін ажыратуға және оның адам денсаулығына зияны барын немесе жоғын анықтау. Лак бояу материалдары ретінде құрылым бетіне жұқа қабатпен жағылған тұтқыр сұйық құрамдар аталады. Қатаюдан кейін жабысу күшімен ұсталатын қабықша туындайды. Бұл қабықшаны лак бояу жабыны деп атайды. Ал боялатын материал төсем деп аталады. Лак бояу материалдары тұрғын үй және өнеркәсіптік ғимараттардың ішкі көріністерінің көркемдік сәулет айқындығын арттыру мақсатында кеңінен қолданылады. Олардың басқа да мақсаттары болуы мүмкін. Психологиялық, санитарлы, гигиеналық, бүркемелі және тағы басқа. Қазіргі таңда құрылыста синтетикалық лак бояу материалдары, эмульсиялық бояулар және жаңа минералды бояу заттары қолданыла бастады. Осыған байланысты табиғи майлар негізіндегі бояуларды пайдалану кенет қысқарды. Лак бояу материалдарының жіктелуі жалпы 4 түрге жіктеледі. Оның біріншісі лак бояу жабыны бірнеше жұқа қабаттардан тұрады. Топырақ қабаты негізгі капиллярларын толтыруға және оны біртекті етуге арналған. Екінші, майлау қабаты боялатын беттегі тереңдіктерді толтыру үшін арналған. Сылау қабаты беттерді тегістеу үшін, және соңғысы бояу қабаттарын қорғаушы жабын қабаты деп аталады. Әрбір қабат үшін әртүрлі қасиеттерге ие құрамдар қолданылады. Олардың барлығы екі түрден тұрады: суда ерітілетін және сусыз. Бояу құрамдары бояуларға, лактарға және эмальдарға бөлінеді. Бояулар 4 топқа бөлінеді: майлы, сулы, эмульсиялық, ұнтақты. Және осыларға бір-бірден анықтама беріп өтсек, майлы бояуларды пайдалану және олардың қасиеттері байланыстырғыш пен пигмент сапасына тәуелді болады. Олар болат құрылымдарды коррозиядан қорғайды. Сүректі бетондарды, сылақтарды ішкі және сыртқы бояуға, қажалатын беттерді сумен жууды талап ететін беттерге арналған майлы бояуларды қолданады. Оларға едендер, қоғамдық ғимараттар қабырғаларының төменгі бөліктері жатады. Майлы бояуларды ылғалды бетке жағуға болмайды. Майлы бояудың қалыптасқан қабаты тегіс және жылтыр. Су мен жуу құралдарына төзімді, су өткізбейді. Соңғы жылдары майлы бояуларды эмальдармен ығыстырды. Сулы құрамдар арзанырақ болып келеді. Олардың беті ауаны және су буларын жібереді. Бірақ олар қажалудың шағын тығыздығына ие және ластанады. Сусыз құрамдар, соның ішінде лактар мен эмальдар, төзімді болып келеді. Қажалу тығыздығы үлкен, беті боялады. Ұнтақты бояулар бұл құрамына арнайы қабық тудырушы шайырлар, қатайтқыштар, пигменттер, толтырушылар мен жоғары температуралы тозаңдау әдісімен қорғау сәндік жабындарын алуға арналған мақсатты қоспалар кіретін қатты дисперсиялы композициялар. Қабық тудыру түріне байланысты бояулардың екі тобы бар: жылу пластикалық және жылу реактивті. Жабындардың иілгіштігін арттыру және жағуды жеңілдету үшін ұнтақты бояуларға пластификаторлар қосылады. Ұнтақты бояуларды тікелей жағу кезінде балқығанға дейін қыздырумен жабысқақтық деңгейіне дейін апарады. Қазіргі таңда ұнтақты бояуларды көбіне шыны, керамикалық металл құрылымдарды, бұйымдарды бояу үшін қолданады. Эмульсиялы бояулар әлсіз иіске ие, сыртқы түрі әдемі, жақсы тазаланады, өртке қауіпсіз, тез кебеді және қызмет көрсетудің ұзақ мерзіміне ие. Олардың қабаттарының атмосфераға төзімділігі жоғары, сүрекке, бетонға, кірпішке, тіпті ескі жабындарға жақсы жабысады.
Эмульсиялық құрамдарды көбінесе ішкі бетонды, гипсобетонды және сыланған беттерге, сонымен қатар ескі майлы және эмальді бояулар бойынша қолданылады. Оларды металл құрылымдарын, құбырлар мен ылғалды жерлерді бояу үшін пайдаланбайды. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.